Egov.kz порталында мектепке дейінгі білім беру ұйымдарына балаларды және құжаттарды қабылдауға өтінім жіберу үшін. Egov.kz порталында авторизациядан өтіңіз. Басты бетте білім, мектепке дейінгі білім бөлімді таңдаңыз. Мектепке дейінгі ұйымдарға жіберу үшін мектеп жасына дейінгі балаларды кезекке қою қызметін таңдап, онлайн сұрау батырмасын басыңыз. Жалпы білім беретін балабақшаларға кезекке қою өтініш түрін таңдаңыз. Тізімнен кезекке қою керек баланы таңдаңыз. Бар болған жағдайда жеңілдік туралы мәліметтерді толтырыңыз. Мектепке дейінгі ұйымның мекен-жайын таңдаңыз. Біз картадан таңдау функциясын қолдандық. Мектепке дейінгі ұйымды және оқыту тілін таңдаңыз. Мектепке дейінгі ұйым туралы ақпаратты растаңыз. Өтінімге қолжетімді әдістердің бірімен қол қойыңыз.